Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін сіздерге Сан Себастьян, яғни испанский чизкейктің оригинал рецептін ұсынғым келіп отыр. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет және де жасалуы өте оңай. Бұл испанский чизкейкті шоколадпен және де вафельная крошкамен жесеңіздер өте дәмді болады. Видеоға бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды және де қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен испанский чизкейкқа керек ингредиенттерді таныстыра кетейін. Бізге творожный сыр қажет болады. Мен каллехті қолдандым. Мендегі каллех ол 69%. Сіздер креметте қолдансаңыздар да болады. Содан соң бізге керекті ол сливки. Менің сливким 30-33% мела сливки. Міндетті түрде сливкиларыңыз 30-33% аралығында болу қажет. 15-20% сливкилар жарамайды. Және де біздің творожный сырымыз бен сливкиіміз салқын болу қажет. Содан соң шекер қажет болады және жұмыртқамызды бөлек ыдысқа сындырып аламыз. Крахмал қажет. Бізге керекті ингредиенттер осы. Енді ең алдымен творожный сырымызды таза құрғақ ыдысымызға аламыз. Үстіне шекерімізді қосамыз. Енді екеуін жақсылап миксермен араластырып жібереміз. Көп микселеудің қажеті жоқ. 1-2 минут көлемінде микселесеңіздер жеткілікті. Енді 4 жұмыртқамызды біртіндеп қосып, тағы да микселейтін боламыз. Осылай 4 жұмыртқамыздың барлығын салып, жақсылап микселейміз. Содан соң салқын сливкиімізді құйып, тағы да 3-4 минуттай миксерлеп аламыз. Енді ішіне 20-25 грамм крахмал қосамыз. Крахмал осындай кукурузный крахмал болуы қажет. Егер сіздерде крахмал жоқ болатын болса, онда оның орнына ұн қоссаңыздар да болады. Және де аздап ванилин қосып жіберсеңіздер, өте ерекше дәм беріп тұрады. Осымен біздің массамыз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Және де лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай бірнеше рет араластырып жіберіңіздер. Ішінде ауа қалып қалуы мүмкін. Енді формамызды дайындап аламыз. Мен осындай форма қолдандым. Менде диаметр 18 см. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша қандай формада пісіргілеріңіз келеді, солай пісіре берсеңіздер болады. Мен 200 градуста 40-45 минут пісіріп алдым. Бес минуттан кейін менің испанский чизкейкім осындай биік болып көтерілді және де осылай күйіп пісуі керек. Өзінің күйген дәмі ерекше дәм беріп тұрады. Бұл осылай көтерілгеннен кейін сразу басылатын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай уже басылды. Жақсы суығаннан кейін 2-3 сағаттан кейін формасынан босататын боламыз.
Осымен біздің испанский чизкейкіміз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше чизкейк. Енді кесіп көрсететін боламын. Осындай өзінің асты да үсті де сәл күйіп піседі. Содан соң мен Қазақстан шоколады мен сливкиді ертіп алдым. Үстіне вафельная крошка сеуіп жейміз. Осылай жесеңіздер өте дәмді болады, немесе құр өзін жесеңіздер де болады. Міндетті түрде осы рецептпен испанский чизкейкті жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Видео ұнаған болса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.